Қазақстан эстрада жұлдызы Қарақат Әбілдина коронавирус жұқтырды. Бұл туралы әншінің өзі Instagram парақшасында хабарлады. Мына вирус мені де айналып өткен жоқ. Ешқайда шығып, ешкіммен кездеспеген едім. Қайдан жұқты түсінбеймін. Негізі ауада бірдеңе бар-ау. Күнде жауын жауып, ауа райы суытып кетіп еді. Оның да әсері болды ма? Білмеймін ғой. Температура жоқ. Тамақтан басталып, мұрыным бітеліп кәдімгі тұмау сияқты. Төбемнен әлсіздік басты. Денем біресе тоңып, біресе ысып, бірінші күні мазам болмады. Бұндай жағдайда адамға паника көмектеспейді. Жаман ойға берілмей, емді жақсы оймен қабылдау өте маңызды. Бірден тамырдан витамин араластырып, аскорбин қышқылы мен глюкоза алып бастадым. Кешегі салған тәсіл бойынша ингаляция жасап, тамақ мұрынды шайып, сұйықтықты көп ішіп, сорпаланып, жылы оранып жатырмын. Балаларымызға сақ болайықшы. Ауырған адам бөлек бөлмеде болып, балаларға жақындамағаны дұрыс. Вирусқа қарсы антиферон, витамин С ішкізіп алдын алмаса болмайды. Бөлмені кварцтап, ауаны тазартып тұру да өте маңызды. Шүкір, жағдайым кешегіден қарағанда жақсарып келеді. Алла баршамызға жар болсын, барлығы жақсы болады, деп жазды әнші өзінің Instagram парақшасында.